Көк жорғаның көз жасы. Бүкіл Алтай өлкесіне аты мәлім, мыңдап жылқы, қоралап қой үргізген. Дәулетіне қадыр қонған атақты бай Ақ Дәулеттің науқастанғанына да міне Алтайдың жүзі болды. Көктемде жабысқан осы дерт байды оңалтар емес. Бұрынғы торсықтай денесінен ет қашқан. Қызыл шырайлы өңіде сарғайып, солып бара жатқандай. Өткір жанары мұңлы, солыңқы. Әр елден келген талай емшілер мен балгерлердің алуан түрлі емін алып көрсе де, дауа табылар емес бұл дертіне. Ішкен асын кері құсып тастайды. Аздап саумал батушы еді. Міне, бір жетінің жүзі болды. Ол да өтпейтін болды өңішінен. Күннен күнге тұла бойынан әл кетіп, қуат күші сарқыла бастады. Көп кешікпей өзінің о дүниеге аттанарын іштей сезген, көкірек аяу сұңғыла қария, жастайынан бір көскен, бозбала кезінде тайлақ көтеріп, содан өз аты ұмтылып, бүгінде тайлақ баяталып кеткен балуан құрдасы, бұл күнде жылқышыларының басшысы Тайлақбайды шақыртты үйіне. 12 қабат ақ боз үйге кіргенде бай сүйекпен қапталып, алтын күміспен апталған, кезінде бір үйір жылқы беріп, атақты шеберге жасатқан қымбат ағаш төсектің үстінде басына құс жастық салдырып, биік етіп жастанып, кеудесіне ақ жейде киіп жатқан еді. Басын ұстарамен жып-жылтыр тақыр қылып, тақаудалдырған құқсайды. Бойынан ет қашқан, құтты аруақ тер қазіргі түрін көрген жан. Аман бысың құрдасым деп сәлем бере кірген Тайлақбайдың шоқпар ұстайтын қос қолын әлсіз саусақтарымен аялай ұстаған байдың тәуір мінге әрең тілі келді. Кезінде өзі де осынау балуан құрдасымен талай рет аңға шығып, асау үйреткені. Көкпар тартып, талай салым салған есіне түсіп, көзіне жас алды. Дауыс әлсіз. Тіршілікте әйдескен жерім болса, кешір құрдас. Бұл боқ дүние кімнен қалмаған? Біздің ата-бабаларымызды да тегіс шалмаған. Мені де кеткелі жатыр сол жаққа. О не дегеніңіз бай еке? Әлақ сауғық бетесіз деп басып айтты Тайлақбай. Ақ Дәулет сөзін қайта жалғады. Қанша қимағандарыңмен мен енді бұл дүниелік емеспін. Одан да сөзімді бөлмей тыңда деп бір қайырды. Тәңір маған шексіз байлық берді, бақ берді. Бірақ соны соңында ие болып ұстап қалатын естұрпақ бермеді. Артымда мыңғырған қойым, шұрқыраған жылқым қалып барады. Бәрін өзің басқар. 30-дан жас әлде қашан асса да, әлі ескірмей, есер соқ болып жүрген жалғыз ұлым кәкіш бар. Содан қорқамын, соны уайымдаймын. Қашан ескіріп адам болар екен деп. Соңымда қойдай жуас қалқым қалып барады. Саған қамқор бол. Аш-жалаңаш қалмасын. Малды аяма. Кедей кепшіктің бәріне тең қып бөліп бер. Малымның басы көк жор қайғырды сақта. Одан айырылсаңдар, бақ кетет деп сөзін түйіндеді Байекең. Ақ Дәулетбай өз айтқандай, түнімен балуан досына өсиеттерін айтып, таң ата дүниеден өтті. Артында қара құрым елі қалды шулап. Өзен бұлағы қалды тулап. Ағайыны байдың малын өзіне аясын ба? Жетісіне 7 киіз үй тіктіріп, 7 ту бие сойдырса, 40-да 40 руға жар салдырып, 40 үй тіктіріп, 40 ту бие сойдырып, бүкіл маңайындағы кедей кепшікті етке бір тойдырды. Тіршілік қуған адамға әне-міне дегенше күз айы да келіп қалды. Ел кегіз салқын жайлаудан күзекке түскен мезгіл. Тайлақбай өзінің есікпен төрдей келетін боз жорғасына мініп, әлі қырдан түсе қоймаған жылқышылары жатқан ақ белге қарай аяңдады. Мақсаты жылқы жатқан ауылды бір шолып, мал жанның амандығын біліп. Қарақосқа түс мезгілінде жеткені сол еді,
Дүниеден өткен досы Ағдәулеттің еркулы Кәкіш, қасында 4-5 атқошылары бар. Жылқыдағы көк жорғайғыр тұстатып, көзін тас қылып, қара орамалмен таңдырып, көк жорғаны өз үйіріндегі тор жорға Байталдың артқы сауырына, түгел басқа биенің қиын жақтырып, екеуін шабыстырғалы жатқанның үстіне түсті. Көзі таңулы болса да, Естайғыр тік шап-шап, аналардың анайғылығына көнер емес. Өзі туғалы мынадай айуандықты көріп емес, естіп те көрмеген Тайлақбай шыдай алмай 8 өрімді рау қамшысын қолына алып, айғырды ұстап тұрған дөрекі топқа қарай ақырып жетіп барды. Қай атаңнан көріп едіңдер, тек тайғырдың өз қанына өз шапқанын. Өңкей жетесіздер, қане босат айғырды. Кәкіш бастаған өресіз топ балуан шалдың қақарынан жасқанды ма, көк айғырды байлаған арқаннан шешіп, басына қамшымен бір салып шөліне қоя берді. Атам қазақ малды басын ұрмайды. Ой, жетесіз. Әкең жақсы адам еді. Сен қайдан жаралған күшіксің өзі? Бастаған ісін іске асыра алмай қалған бай баласы долданып, шәмкілдеп, шалға сөз қайтара бастады. Бұл малдың ендігі иесі менмін. Жорғадан жорға шығарғалы жатырмын. Осы сім айтпа. Ендігер менің сім арласпаңыз, ағасы. Әкемнің кезінде жылқы басқарғаныңыз рас. Ендігі жерде жастардың ісіне килікпей, жайыңызға жүргеніңіз абзар. Бұдан былай жылқыны басқаруға мына Тайлақбайды сайладым деп, қасындағы қара тепелді көрсетті Кәкіш. Тайлақбай бұл жүгенсіздермен енді ерегесіп ештеме таппайтынын, өзінің дәуренінің өткенін біліп, ашуланып, жерге бір түкіріп, өзінің сан жылғы қимас мекені болған қасиетті қарақосынан дәм татпай, жылқышылармен қоштаспай аттанып кетті. Бір жет өтпей байылы Кәкіш тағы бір амалайла ойлы тауып, нөкерлерімен жылқылауылға сау ете түсті. Келе жылқышыларға анау күні көмбеген көк айғырмен тор жорға Байталды ұстатып алдырып, айғырдың көзін тағы тас қылып, қара орамалмен таңдырып, тор Байталдың үстіне кеше сойылған құла биенің жас терісін тұтас шаптырып, айғырдың алдына тор Байталды байлап матап алып берді. Естайғыр алдында күйлеп тұрған биені ар иіскеп, бер иіскеп, күдікті ештеме байқамаған соң ғана барып биеге шапты. Өздерінің жұмыс қойларын сәтті жүзеге асырған Кәкіш бастаған есер соқтап, мәз болып, бірін-бірі құттықтап, өздерімен бірге алып келген арақтарын ішісіп, тойлап жатты. Көздеген мақсаттарына жеткен дөрекі топ, тор Байталдың үстіндегі құла биенің терісін сыпырып алып, көк жорғайғырдың көзіндегі байланған қара орамалды шешіп, екеуін қамшымен аямай сауырына ек тартып, жөніне жіберді. Көк жорғайғыр өзінің алдына түсіп алып, шыбын жыркей болып безіп бара жатқан, өзінің үйіріндегі қан екенін жаңа таныды. Ой, пырмай, ата бабасында бұрын соңды болып көрмеген ұят істі басынан кешіргенін жаңа сезінді. Шауық білет, екі көзінен жас бұршақтап танып білет. Жазығым жүздеген дүлдүлдерді шаңғаптырып, 7 рет жорғалар жарысында осы елге баспайген алып бергенім бе? Адамдар қолымен жасалған өзінің ағатқалығын көк жорға кешіреміз. Тор Байталда ұяттан өртеніп, зымбырап барып қалың жылқының ішіне кіріп кетті. Көк айғыр табынға жете бере ызаға булыққан қалпы, бұрын соңды көрсетпеген мінез танытып, басқаша кісінеді. Үйірдегі сақа биелер иелеріне бір нәрсе болғанын сезіп, құлақтарын елеңдетті. Көк жорғайғыр келе, үйірін алдыға сап, қу байдап, биік құзға қарай бағыттады. Үйірден қашқан кейбір тайғұлындарды аямай тістеп теуіп, үйірге қайта қосты. Үйірді құз басына жетті ау дегенде, көп жылқының ішіндегі бағанағы тор Байталға қарай ұмтылды. Тор Байталға бара аузын арандай ашып, тісін сауырына басты. Сауырына қатты тістеген тор Байтал ышқына шыңғырды. Көк жорғайғыр кеудесімен тор Байталды құзға қарай соғып құлатты. Қатты екпінмен келген өзі де құзға құла берді. Қалған табын үркіп,
өз жайына кетті. Санасыз жандардың қолымен істелген шексіз озбырлығына шыдай алмаған қайран тек тайғыр осылай мерт болды. Көк жорғайғыр жоғалған соң, ақ дәулеттің мыңғырған малы да тоз-тоз болып құрды. Ұлынан бақтайды, дәулеті шайқалды. Әкеден қалған бар дәулеттен айырылған жетесіз кәкіш қанша ел алса да ұрпақсыз өтті. Бәлкім, көк жорғайғырдың көз жасы жібермеген шығар. Әңгіменің соңы.